4-ші Б, 5-ші Б, 6-ші Г, 7-ші Б, 8-ші Б, 9-ші Б, 10-ші Б. Ondan neyse? Қаламмен қолданамыз, балалар, қарындашпен жазбаймыз. Жақсы балалар, міне осымен біз үй тапсырмасын анықтап өзімізді бағалап алдық, иә? Ендеше балалар, бүгін бір тақтаға қарайып барлығымыз. Тақтаға өзге оқыған мырзалар, шер іздеп жүргенде қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары уез, губерния соттарына күш салып, тілмәш болып, кейбірі арын сатып, ұлықтық іздеп жүргенде Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды. Халықтың арын іздеп өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті. Балалар, бұл мәтінде кім туралы айтылған? Не туралы айтылған? Кім туралы айтылған? Ахмет Байтұрсынов туралы айтылған. Ал бұл мәтінде қандай ақпарат беріп тұр сіздерге? Не туралы айтылған? Ахмет Байтұрсыновтың Түрге қойдай. Ахмет Байтұрсыновның өзінің қазақ еліне жанашырлығы, өзінің қазақ елі үшін барлық күшін салып тырысқан. Бұл мәтіннің құндылығы неде болып тұр? Балалар. Неде? Жалпы мәтін қайда ғой? Бұл мәтінде Ахмет Байтұрсыновтың барлық қиындыққа да көніп, өзінің елі үшін бар жанын салғаны, басқа адамдар, өзге оқығандар, басқа қазақ ұлтынан жан ашыған. Жақсы отыра әртүрлі қиындыққа ұшыраған. Ендеше балалар, бүгінгі тақырып неге байланысты болып тұр? Аша қойыңыз келесі. Енді қараңыздар. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас, қамын ойлағандай тілімізде сақталып, қамын қатар ойлау керек. 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамындағы негізгі мәселе не болды? Мына жерде негізгі мәселе. Сол мәселенің қазіргі қоғамдағы өзектілігі бар ма деген сұрақ тұр. Неге байланысты болып тұр? Балалар, неге байланысты? Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас, қамын ойлағандай тіліміздің де сақталып қалу қамын ойлар еді. Не туралы айтып тұр бұл жерде? Мәселе не туралы? Тіл туралы айтып тұр, иә? Өзіміздің тілімізді жақсы сақтап қалсақ, шұбарланбай, сонда біздің қоғамдағы осы мәселе болып тұрған көріп тұр. Ендеше балалар, біздің келесі бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде Ахмет Байтұрсыновтың ұлт ұстазы зерттеу сұрағымыз, бізде Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми мұрасы қандай? Сабақтың бізде мақсаты Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаянын түсіндіреді. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде рөліне баға береміз, иә? Келесі. Ал енді балалар, қарап отырғандай, бұл жерде бізде позициялық әдісі арқылы
Ахмет Байтұрсынұлын не себепті ұлт ұстазы деп атады? Мына жерде 4 бұрыш тұр, қарап тұрғандарыңызда 1, 2, 3, 4. Қазақ бірінші бұрыш. Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалады. Қазақ тұңғыш заңгері. Алғашқы қазақ әліппе оқулығын жазды. Қазақ қыздарына арналған мектеп ашты. Әр оқушы қайсы бұрышты дұрыс, осыны нақты Ахмет Байтұрсынов деп сол бұрышқа барамыз. 1, 2, 3, 4. Ал ендеше не себепті қазақ жазба әдебиетінің негізін қалады деген бұрышты таңдадыңыз? Дәлелдеп айтып беріңізші, Ерғара. Негізін қалады ол ақын Абай Құнанбайұлы. Жақсы, тұра тұрыңызшы. Қазір келесіде әлі соңына дейін осының дәлелін анықтап шығамыз. Сіздер не үшін таңдадыңыздар алғашқы? Өйткені өз тіл үшін қаншама өз уақытын, өз терін соған келіп тұрды. Үшінші бұрыш қандай? Ол алғашқы қазақ әліппе оқулығын жазды. Ахмет Байтұрсынұлы. Мен қателесіп шатасып кеттім деді. Негізі осы топқа кетуім керек еді. Бара қойын. Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы әліпбиді құраған. Мысалы біз Ахмет Байтұрсынұлының фильмін қарасақ та біз көре аламыз. Ахмет Байтұрсынұлы орысша әріптерді қазақшаға аударып және қазақша әріпті